2007 жылы жер телімін сатып алдық. Біз қандайда бір шабыт идея іздедік. Қазақстанда бұрын соңды болмаған бір нәрсе өсіргіміз келді. Интернетте гүл өсіргенді жақсы көретін адамның парақшасына кездейсоқ тап болдым. Сонымен кесуге арналған ранункулустар мен анемондар туралы алғаш рет білдік. Содан соң түн ұйқымнан айырылдым десем де болады. Танысымыз отырғызатын материалдың сынақ партиясын сонау ақштан алып келді. Бұл тәжірибеміз оңынан болды. Барлық гүл тамырын жайды. Осылайша біз осы бағытта іс бастауға бел будық. Голландиядан отырғызатын материалдың сенімді жеткізушілерін таптық. Қосымша жылыжайлар салуды бастап, көп замай дүкен аштық. Сатылым ауқымын кеңейтуге Каспий Пейдің көмегі тиді. Өйткені ол көшпелі офис моделіне мінсіз үйлеседі. Мобильді пост арқылы төлем қабылдай бастадық. Өз флористерімді кассир ретінде жүйеге қостым. Бұл өте оңай. Қызметкердің телефон нөмірін көрсетесің, оған мобильді қосымшаны жүктеу үшін сілтеме келеді. Тіркелу көзді ашып жұмғанша болды. Мобильді терминалдың барлық мүмкіндіктері оның смартфонында пайда болады. Олар Каспий Пейдің ыңғайлы жақтарын бірден бағалады. Сатып алушылар бізден гүл шоғын жасап, оны жеткізіп беруді жиі өтінеді. Мобильді посттың арқасында флорист шотты қашықтан қоя алады. Ал клиент басқа жерде жүрсе де өзінің Каспий KZ қосымшасында сатып алған заттың ақысын әп-сәтте төлей алады. Клиенттер дән риза, біз оларды қуанта бермекпіз. Сатылымды да ары қарай кеңейтеміз. Өйткені Каспий Пей мен бизнесті жүргізу айтарлықтай жеңілдеді. Ең бастысы өз ісіңізді жақсы көру керек. Сонда ғана бизнесті дамытуға арналған идеялар өзінен өзі ойға келеді.